Баршаңызға сәлем. Мен бүгін алма печеньесін дайындайтын боламын. 100 грамм сары майға 3 ас қасық қант қосып 2 минуттай араластырамыз. Сары май бөлме температурасында болуы қажет. Сары майды мен тоңазытқыштан алып 20 секундтай микроволновкада жұмсартып алдым. Үстіне 2 жұмыртқаны қосып, крем тәрізді болғанша 2-3 минут араластырамыз. ...250 грамм ұнның үстіне 1,5 шай қасық қамыр қопсытқыш қосып араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, аз-аздан қосып, бір келкі болғанша араластырамыз. Алманы 4 бұрыш көлемде тураймыз. Оны қамырдың үстіне салып араластырамыз. Майланған қалыпқа 1 ас қасықтан салып шығамыз. Қолымызды сулап отырып, үстін басып отырып формаға келтіреміз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Қалауларыңызша үстіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын.